қызға қол көтеріп деген сияқты бір абьюзер болған жігіттерге айтатын бір нәрсе, ол сенің басыңа келеді. Төбе айналып басыңа келеді. Сен қазір мүмкін күшің көп шығар, ақшаң бар шығар, энергияң тасып тұрған шығар, басқа қатын ала алатын шығарсың, білмеймін, да көп нәрсе. Бірақ сен біреудің қызына қол көтердің ба, біреудің қызын аманаттап алған қызын бір жерге соқтың ба, сен де қыз өсіріп отырсың, сен де қыз тәрбиелеп отырсың, төбе сенің басыңа осы қайтып келеді. Осы бір заңдылыққа, осы қоғамның арасында сізде жүрсіз ғой, бір көзіміз күн өткен сайын бір көзіміз жетіп жатыр да. Өйткені ол өзі бір мынандай хадис бар екен, кәдімгі бір әйел тозаққа кететін болса, өзімен бірге 4 еркек бір-ақ алып кетеді дейді да. Ол әкесі, өзінің күйеуі және інісі, бауыры. Бұл жердегі нәрсе, уже әкесі ол аманаттап сізге тапсырды ма, жеңгемізді, болды, уже ары қарай сіз жауап бересіз. Бұл кісі бірдеңкеге ұрына ма, болды, уже сіз аманат сізде, сіз жауап бересіз. Сол сияқты жаңа жігіттерге айтайын деген нәрсем, сіз аманатыңа толық адал болмадың ба, ол міндетті түрде сен, ол Құдай сен өлгенше алдыңнан бір шығарады. Өйткені неге өзі бір Құдай бізді жақсы көрген, сондай көрде азапталғанымызды негізі қаламайды. Біз мына дүниеде өзіміздің жасаған проблемамыздың кесірін көріп, күнәміз төгілу керек та, көрде азап шекпеуіміз үшін бізді Алла солай тазартып жібереді екен да негізі. Сондықтан құрметті жігіттер, әйеліңіз бәлкім сізге бір зависимый шығар, сіз мүмкін оны асырап отқан шығарсыз, сізден кетіп қалса квартирасыз қалатын шығар, баласын асырай алмай қалатын шығар. Бірақ ол әлгі зұлымдыққа ұшыраған адаммен Алланың арасында перде болмайды деген сияқты, оның сізге бәлкім қол жайып дұға қылып мына оңбаған бәлеге ұшырасын демеуі мүмкін, бірақ бір жүрегінде бір нала кететін болса, өмірі сіздің не жолыңыз ашылмайды, немесе Алла сізді тазарту үшін сіздің бір қызыңыздан проблема шығаруы әбден мүмкін екен да. Сондықтан байқау керек. Өзі әлгі бір баяда бір түйеш айтқан екен, бір інген түйе іздеймін деп, мінген түйемнен айырылып қала жаздадым ғой деп. Сол сияқты сол мінген түйемізбен аман есен қол ұстасып, бірге қартайып, төбе сол жәннатқа қол ұстасып кіріп кету керек шығар деп ойлаймын. Осындай бір өсиет енді менен.